Құрметті студенттер, бүгін біздің тақырып дауда жанжалдың мәні және оның сипаттамалары. Негізгі мақсатымыз кез келген қарым-қатынаста кикілжің жағдайларды дұрыс шешуге психологиялық құзыреттілікті көтеру, үйлесімді қарым-қатынастың қалыптасуына әрекет ету. Кикілжің ұғымына жалпы туындау, кикілжің ұғымына және оның туындау жағдайларына мән беру. Сонымен қатар, кез келген қарым-қатынаста қателеспеу жағдайларын қарастыру, өзге адамдардың сезімін түсіндіру және сыйлай білу қабілеттерін арттыру. Бұл біздің негізгі мақсат. Енді жалпы дау-дамай деген, яғни латын тілінен аударсақ, конфликтус, яғни қақтығыс дейді, конфликт. Қарама-қарсы көзқарастардың, қызығушылықтардың, тілектердің қақтығысы, асқыну қаупі бар келіспеушілік, дау, ұрыс. Жалпы дау-дамай дегеніміз. Кикілжіңдер біздің өмірімізде жиі кездеседі. Үйде, мектепте болсын, дүкенде болсын, өзіміздің колледжде болсын, көшеде болсын, жұмыста болсын. Дау-дамайдың бірнеше түрі бар. Кикілжің бұл екі адамның ойлары, яғни мақсаттары, пікірлері, көзқарастары қарама-қарсы бағытта болып, келіспеушіліктің болуы кикілжіңді тудырады. Кикілжің ұғымына және оның туындау жағдайларына мән берейік. Кикілжің әрқашан күшті, жағымсыз эмоциялардан тұрады, яғни адамның жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Қалай болғанда да кикілжіңнің алдын алып, тиімді және көңілімізге қайғы түсірмей мәселені шеше білуіміз қажет. Дау-дамай, яғни конфликт, өмірде көп кездесетін қарым-қатынастардың бір түрі. Оның шығу себептері әртүрлі. Кикілжің дегеніміз не, ол қалай туындайды? Яғни кикілжің мынандай жағдайда туындайды. Бір немесе бірнеше адамдар арасында болады ғой, кез келген жағдайда қарама-қарсы көзқарастардың, пікірлердің туындауынан, адамдардың бір-бірін дұрыс түсіне алмауынан пайда болып жатады кикілжіңдер. Және адамдардың бір-бірін сыйламауынан да кикілжің жағдайы болып жатады. Енді бір аңыз әңгіме айтып берсем деймін. Ертеде бір кісі, яғни баласын еркелетіп өсірген екен. Баласы өсе келе тілі удай ащы, есерсоқ, сондай әдепсіз болады. Жұрттың барлығы оның қасына жақындамауға тырысады. Әкесі әбден бұл жағдайды көріп, әбден ойланып, баласын бір күні шақырып былай дейді. Яғни қолына жалпақ тақтай беріп, күніне қанша адамды ренжітсең, сонша шеге қақ дейді. Бірінші күні бала тақтайға 37 шеге қағады. Балам, өзіңді тежеп ұстап, шегеңді азайтуға тырыс депті бір күні әкесі. Баласы әкесінің сөзін тыңдап, азайта отырып, ешкіммен ұрыспайтын, шеге қақпайтын күнге де жетеді. Сол күні әкесі былай деп ақыл айтады. Енді балам, ешкіммен ұрыспайтын болдың. Бір адамды қуантқанда бір шегеден суырып отыр дейді. Бала әкесінің сөзін орындауға тырысып, тақтайдағы шегені күндердің бір күнінде тауысыпты. Әкесі қуанып, балам, мен сені дұрыс адам болмайтын шығар деп қорқып едім. Міне өзіңді өзің тәрбиеледің. Жақсы адам болатын жолға түстің дейді. Бірақ балам, мына тақтайға қарашы, бұрынғы сияқты тегіс, әдемі емес, беті шұрық тесік. Сен қанша кешірім сұрасаң да, олар кешірім берсе де, кезінде айтылған сөздерді қалай өшіресің? Бәрібір ол жүректерінің түбінде қалады. Әрине, бұл күндердің әркіммен ұрсып жүргенінен жақсы. Бірақ бұл саған өмірлік сабақ болсын. Тіліңе ие бол дейді. Осы аңыз әңгімеден өзіміз кішкене ой туындасақ болады, яғни тақтайдың бетін немен бітеуге болады? Көңілге қалған сөзді немен өшіруге болады деп ойлайсыңдар. Құрметті студенттер, сіздерге сұрақ бұл. Ойлана жүрейік, яғни жалпы өмірлік сабақ дегеніміз не? Енді кикілжіңнің алдын алу ережелері. Бәріміз есте сақтап жүрейік. Егер серігің соншалық ашу-ызаға берілсе, оның ішкі сезім күштерін төмендетуге көмектес. Екінші, егер адам қатты ашуға берілсе, ойы теріс пікірлер мен сезімдерге толатынын естен шығарма. Теріс пікір айтып жатады, ойында теріс пікір тұрады. Үшінші, серігіңе қарсы баға берудің орнына өз сезімдеріңді айт.
4-ші, серігіңнің ар-намысына тиме, ауыр сөз айтпа. 5-ші, әрқашанда өзіңді сабырлы, сенімді ұста. 6-ші, кінәлі болсаң, кешірім сұрауға ұялма. 7-ші, қарама-қайшы ойлар шешімін тапқан соң, ол адаммен қарым-қатынасыңды сақтауға тырыс. 8-ші, өзіңді сезімге ашуға билетпе. 9-ші, өзіңді тым жоғары ұстама. Бұл сендерге кеңес, есте сақтай жүрейік. Және сендерге, балалар, үйге тапсырма, сіз жанжалға жақын адамсыз ба деген психологиялық тест беріліп отыр. Осыны орындап, және соңында өздеріңнің жанжалға қаншалықты жақын адам екендерің туралы білуге болады. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Осыдан жақсы ой түйді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.